Сәлем достар. Егер кешкі астан қалған картоп безбесі болса, лақтыруға асықпаңыздар. Мен сіздерге дәмді әрі тез жасалатын хачини тағамын дайындау жолын көрсетемін. Алдымен 450 грамм ұнға тұзбен араласқан 250 мл суды араластырып, қамыр илеп аламыз. Илеп болған соң 30 минутқа қойып қойыңыздар. Енді 400 грамм картопты езбеге айналдырып аламыз, немесе кешегіден қалған картопты алсаңыздар болады. Үстіне 200 грамм адыге ірімшігін үккіштен өткізіп қосамыз. Егер мен сияқты аскөк жақсы көретін болсаңыз, шамамен 20 грамм аскөк қоссаңыз болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, біркелкі массаға айналдырып аламыз. Салмамызды дайындап болған соң, қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп, одан соң кішкене ысып, үстіне 2 есе дайындалған салманы салып, домалатып аламыз. Барлығын дайындап болған соң, оқтаудың көмегімен ұн сеуіп, дөңгелек етіп жаямыз. Енді қызып тұрған табада қызарғанша шамамен әр жағын 1-2 минуттай ұстап пісіріп аламыз. Видеодағыдай домалап өріліп кетсе қорықпаңыздар. Бұл бір жағының дайын болғанын білдіреді. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Үстіне сары май жағып, ыстық күйінде жеп қойыңыздар. Менің арнамда тағамдардан басқа балаларға арналған түрлі танымдық ойындарды таба аласыздар. Егер видео ұнап жатса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.